Сәлеметсіз бе? Байлық. Бір жарлы жігіт жас күнінде өзін оқытқан ұстазымен жолығып, өзінің бұл күнінде кедей екенін айтып мұңын шағады. Онымен бірге оқыған серіктестерінің көбі бай болып, кейбіреулері жұртқа қадірлі кісі болып кеткенде, өзінің әрқашан көрген күні жоқшылық екенін айтады. Қалайша сен өзің айтқандай кедейсің, дейді ұстазы. Сенің денің сау, қол аяғың аман, жұмысқа жарарлысың, деп шәкіртінің оң қолын көрсетіп сұрайды. Сен мына қолыңды 1000 сомға кестіруге рұқсат етер ме едің? Құдай сақтасын, 10.000 сомға да кестіртпеспін, дейді жігіт. Қаншаға берер едің? Жарық дүниені көре тұрғын, қырағы көздеріңді, сақ құлақтарыңды, мықты аяқтарыңды, дейді ұстаз. Мен бұларды дүниенің малына айырбастамас едім, дейді шәкірт. Сонда ұстаз шәкіртке: қалайша енді осынша байлыққа ие бола тұрып жарылмын дейсің, дейді.